Ассаламу алейкум. Қайырлы күн біздің құрақ көрпе қолөнер арнасының құрметті де қадірлі көрермендері. Біздің тиктоктағы арнамызды тикток бұғаттап мүлдем жойып жіберген тұғын белгілі бір себептермен. Бірақ біз берілмей тура сондай атаумен қайтадан құрақ көрпе қолөнер деп жаңа арна аштық, жаңадан видеолар салдық. Сол видеолардың алғашқылары болып желінді жеуге болмайды дейтін адамдар шығыпты деген тақырыпта видео салғанбыз. Өте халық арасында үлкен резонанс тудырып, көп қаралымынан бұрын өте көп комментарий жинаған видео болды. Әр түрлі пікірлер келіп жатыр. Соның ішінде біреулер шариғаттан да сөз қозғаған екен. Сіздерге бірден айтып қойайын. Біз Аллаға шүкір мұсылманбыз. Қазақ елі Ханафи мазхабын ұстанып, сол Ханафи мазхабында малдың желінбейтін мынадай мүшелері бар. Ол бірінші қаны желінбейді, өті малдың, бездері, малдың жыныстық мүшелері және 2 жұмыртқасы. Болды, осымен тоқтаймыз. Кейбір адамдар осы араға жаңағы біз айтқан желінді де қосып жіберіп жатыр да. Ойдан. Жоқ, болмайды ол деген нәрсе. Шариғатта бекітілді ма, болды. Ол жерге тағы біреулер айтты. Жылқының бауыры дейді, өкпесі дейді. Тағы бір дегенің бір неше түрлі нәрсе қосып жіберіпті. Жоқ. Міне осы нәрселер шариғатта айтылды ма? Болды, осыдан қайтамыз. Осыдан тоқтаймыз. Болды, қалғандарын жей беріңіз. Желін деген адал нәрсе. Мүмкін сіз жемеуіңіз мүмкін. Мүмкін сіздің әулетіңіз жемеуі мүмкін. Мүмкін ауылыңыз жемеуі мүмкін. Мүмкін қалаңызбен жемеуіңіз мүмкін. Бірақ ол деген сол мүше арам дегенді білдірмейді ешқандайда. Жемеуіңіз мүмкін, ол жемеу бір бөлек әңгіме. Ал арам болу ол бөлек әңгіме. Сол себепті егер сіздер әулеттеріңізбен жемесеңіздер, ол арам болып кетпейді. Жемесеңіздер, ол өз еркіңіз, бірақ қалай десеңіз де, желін ол адал нәрсе. Ол адал. Майда жантықтарда 2 без болады, ірі жантықтарда 4 пен 6 безі болады. Безін алып тастайсыз, жей бересіз. Без ол етте де болады, малдың шабында да, әр жерінде де бола береді. Безін алып тастайсыз, болды. Без дегеніміз өздеріңіз білесіздер, өлі ет, өлі ет. Былай айтқанда көптеген аурулардың жинақтамасы ана жерде. Сол себепті де без жеуге жарамсыз, арам болынған. Аман болыңыздар, арнамызға тіркеліп қойыңыздар, комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар. Ассаламу алейкум.